Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Алмас. Бүгінгі видеода енді мен жесткий обзор түсіретін боламын. Ол енді мифический біреулерге түсірілетін болады. Ол алдарыңызда тұрған Тара деген ойыншыға түсірілетін болады. Енді біз оның ең бірінші түріне келетін болсақ, енді ол басына розовый орамал орап алған, сосын шекесіне көз жабыстырған, екінші көз сияқты жыбырлап қояды. Сосын ол түрі жынданып тұр, енді көзіне қараған өзінен жынданып тұр. Сосын ол енді өз картасымен желпілетіп тұр. Енді кезінде картаны көп ойнаған, немесе жақсы өрген ойнағанды. Сөйтіп оның бір картасына қарасақ, күннің белгісі тұр, бірақ оның қандай мағына беретінін білмеймін. Енді ол енді осындай. Енді бұл кәдімгі обычный не деді, маленький ма? Короче, осыдан түсті. 2-3 күн бұрын түскен, бірақ енді обзор түсіргім келмеді. Бірақ не үшін екенін білмеймін, бірақ түсіргім келмеді, ерініп тұрдым. Енді менде уже 15-ші ранг, 5-ші сила, енді нормально. Енді біз оның жизніне келетін болсақ. Бұда менде 4000-дай жизні бар екен, бұл енді нормально, қатты слабый емес. Сөйтіп мияқта провокатор деп жазылып тұр. Енді не деп тұр екен де білмеймін бұның. Қандай мағына екенде. Сөйтіп оның енді пассивкасына келетін болсақ, енді ештеңке оқығым да келмейді, короче, енді өздеріңіз білетін шығарсыздар. Енді короче осындай. Енді бұның Тараның плюсы да бар, минусы да бар. Енді мен оның 2-3 катка ойында айтатын боламын. Сосын бұны сіздер осы жаңағы обзорын көрместен бұрын каналыма дей беріп видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сосын Тараны көрместен бұрын шаштарыңызды тарап алыңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Енді мен Брок екеуміз. Брок деген Брок қой, сондай короче мен өзім аттар тауып алам әр адамға. Енді мен 1368 жизнь алады екенмін жақыннан. Ближнийдан енді сондай, енді 6-сын атсам енді азақ жизнь алады. Мен өлтірем ғой. Енді менікі айталық та, енді Броктан тест олады. Қараңызда уже толып кетті. Енді плюсына осы жатады. Енді мен сразу плюстан бастайым. Енді тест олғаны, енді Брок тағы да кольцордан енді тест олады. Енді екінші плюсына келетін болсам. Екінші плюс. Оны енді дальності мықты, қараңыздар. Неяқтың жаңаяққа оқтар тез шады. Кейбір адамдар үлгере алмайды, сөйтіп айшандай кольттар сияқты бір-ақ жерге ғана атпайды, кішкене шаршатып атады да. Сонда енді тигізесің. Қашып бартсан енді хотя бы болсын бір оғың тиеді. Енді қазір неяқта қонақтар келіп қалды. Үйлеріне қайтарып жібейік. Енді Брокта жатпайды. Неяқта тағы Брок жүр. Не істеп жүрмін? Енді короче 2 плюсын айттым, енді 3-ші плюсына келетін болсақ. Енді оның ультасы мықты, маған қатты ұнады. Бұдандай дәу не бар, ана шеңберге, короче кругқа бәрін жинап алады, тапсырады. Не істейді, енді мен максималды 3 адамды өлтіргем, енді ол Бро болды. Енді бұндайды енді. Ары кетсе 2 адам өлтіресің. Ол кругқа сиғанша көп адам өлтіреді. Енді күшті. Енді осындай енді күшті. Енді істесің мені осы кругқа жиналады, енді кішкене аглушация етіп болады да. Енді сондай аглушация етіп тұрғанда 2 шоқ жеп жібересің. Енді біз енді соңғы бір-ақ командамен қалдым, енді алған еқті екен. Енді ұтылып қалмайық, енді анандай басын жерді. Маған теді, маған теді, болды. Ой, андай суперспособностьым істеп үлгермедім да. Енді ұтылып қалуымыз мүмкін. Ұтыламыз ау деген, ұтыламыз. Енді Покко деген енді бұндайда мықты болады. Енді біз 7 плюс алдық, енді бұл нормально мықты. Енді бұны ойнайды ма, ойнамайды ма? Ойнамақ қой. Енді мен Рикошет екеуміз, Рико, Трико. Енді кеттіған. Рикошет қол. Енді мен жаңа плюстарын айттым, енді плюстар енді 3 шықты, 3 плюс. Енді бұл жақсы, өте жақсы. Енді бұл енді мықты обзорларының бірі болып саналады. Енді 8 биттің обзоры енді мықты болды. Енді қазір енді маған кек қалмаса болды деп айтайын деп отырмын енді. Енді короче енді қазір Тәбілейінші сол кезде мен айтатын боламын.
енді мына білет Лёна деп қоятын. Лёна, давай өпқама Лёна. Мен шок болма. Енді мені күт, енді мен шықтым, енді қазір мен минус айтатын боламын. Енді минусына келетін болсақ, енді ол минусын енді негіз минусы жоқ десем де болады, бірақ енді минусына мен айта беретін боламын деп ойлапты. Минусы ол жизі қатты көп емес, оның жизі вообще көп емес. Енді не ето, бірақ енді рикошет сияқты жизі аз емес та, бірақ енді более-менее жақсы одан, бірақ эльпрималардың жизінен енді аз, енді орташа болады, енді минусқа да жатпайды, плюсқа да жатпайды, орташа болып саналады. Енді минус тағы қандай минус бар оның? Минусына тағылай келетін болсақ, оның минусы. Бұның үшін минусы бар ма? Уже мен столкновенияға келдім. Ай, мен енді минусын енді дұрыс білмедім. Тағы да 7 плюс алып кеттім. Енді білет Лёна деген бәлені жақсы ойнайды ма білмеймін, короче. Енді сен ойнамақ қой, жат үйінде. Енді жаңа мен минусына дұрыс айтамадым. Жаңа минус деген дұрыс минусын айтпадым, орташа деп қуып кеттім. Енді минусына келетін болсақ, бұның минусы енді негіз жоқ. Мақұл, жоқ бұның минусы. Енді бұл мықты бәрілер болып саналып та, өйткені бұның минусы жоқ, плюсы көп. Енді короче бұл осындай. Енді достар, менің каналымда 200-ден астам подписчик көп болып кетті, білмеймін енді. Жаман көп болып кетті, сөйтіп ең соңғы 8 бит деген нем бар еді ғой видеом, 8 битқа обзор. Сода 150-ден астам просмотр болып кетті. Бұған енді үлкен рахмет. Мен неге сіздерге бұрында айтып жүретінмін, 200 подписчик жеткенде мен розыгрыш ойнататын боламын деген, бір о кезде мен жетпеймін ба деп ойладым 200 неге подписчикқа. Енді достар, кешіріңіздер, мен енді розыгрыш жасай алмаймын. Енді мен 500 подписчик жеткенде точно жасайтын боламын, енді уәде беремін. 500 енді аз сан емес қой енді. Енді көптеу, енді өзім тек кішкене жақсы сезіп қаламын, 500-ге жеткенде кішкене. Енді күшті ғой 500 подписчикке жеткеннің өзі. Енді бірақ кейбіреулер бұндайдың өзі менсінбейді. Енді достар, 200 подписчикке жеткізгендерің үшін үлкен рахмет. Енді достар, мен алдыңғы видеоларымды қай күн шығаратынымды дұрыс айтамаймын. Енді бір апта өткен сайын немесе бір апта болмайға, енді 2 апта болмайды енді тағы да. 2 апта деп енді қуып жүрмейтін боламын, бірақ енді сабақ, сол сабақтың кесірінен, бірақ енді сабақты жамандамайық. Енді достар, енді мен алдыңғы видеоға айтатын болсам, ол 9000 кубыға пәтеткенде открытие сундуков түсірілетін болады. Енді открытие сундуков дегенде мен көп деген сундуктар жинап қойдым. Енді алдыңғы открытие сундуков сияқты емес, енді вообще дұрыс түргенде жоқ, адамдар түскен жоқ еще, вообще почт болды. Енді бұнда енді мықты қылуға тырысамын. Енді открытие сундуков түсіруге уәде беремін, бірақ енді бұл алдыңғы видеоға емес, енді бұның алдында тағы обзор шығуы мүмкін. Енді достар, енді тараның обзоры енді осы болады. Енді шаштарыңызды тарадыңыздар деген ойдамын. Енді бағана айттым ғой видеоның басында, енді тарақ болыңыздар. Тараға бұл енді жараспайды. Енді көрдіңіздер ме, бұл да шашын тараған десем, бұл шаш емес екен. Енді достар, біз видеоның соңында келіп қалдық. Енді достар, осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Сосын комментарий жазыңыздар. Комментарийға любой комментарий жазыңыздар. Енді жақсы, күшті комментарий болса, мен алдыңғы видеоға шығаратын боламын. Енді точно шығарамын. Немесе алдыңғы емес, 2-3 видео өткен соң барып шығарамын. Енді дұрыс монтажы дұрыс білмей жатырмын. Дұрыс істемей жатырмын. Енді сіздерге оңайша, бірақ маған қычырта қиын болып тұр. Енді сосын достар, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, немесе менің видеомды көріп отырып әлі каналға тіркелмесеңіздер, өтініш каналға тіркеліп кетіңіздер. Қызыл, короче, түс тұрады, сосын ортасында аппақ жазылмай подписаться деп тұрады, соны бассаңыздар болды, соған айналып кетеді. Енді ол фокус қой. Енді оның қасында колокольчик тұрады, соны бассаңыздар сіздер менің видеомды ешқашан жібермейсіздер. Сосын ең бірінші болып көретін боласыздар, ең бірінші болып комментарий жазатын боласыздар. Ал енді достар, сіздермен бірге болған мен Алмас. Ендеше сау болыңыздар.